бір қыз баланы осы балалар дүкеніне өзін алып бардық. Аяқтай. Алып бардық та, ал қандай нәрсені қалайсың, өзің таңдап алшы деді. Өзіңіз волонтерлық қызмет емес, өзіңізбен бірге бірнеше оқушыны да ерікті түрде волонтерлыққа баулып тәрбиелеп жүрсіз. Қаладағы, яғни Атырау қаласындағы балалар үйіне келіп, балалармен жаңағы өзіміздің қолымыздан келетін өнерімізді көрсетіп, да келе жатқанда апай қиын екен, ана балаларды алып кетсек не болады деген сондай сұрақтар болды балалар. Барыңызды салып еңбек етіп жүрсіз, бірақ артынан басқаша сөз естідіңіз. Бағаламайтындар да болады, бірақ оған да ренжімеймін. Армысыздар, жақсылықты жарқыратып, волонтерларға арналған подкасттың кезекті шығарылымы. Бұл подкасттың шығуына Атырау облысы ішкі саясат басқармасы азаматтық орталық коммуналды мемлекеттік мекемесінің демеу конкурсының нәтижесінде бұл подкасттар шығып отыр. Сондықтан кезекті подкастымызды бастаймыз. Студиямыздың қонағы жақсылық жасау әркімнің қолынан келеді деген ұстанымды ұстап жүрген ұстаз. Исатай ауданы Тұщықұдық ауылының тұрғыны, одан бөлек Таңшолпан балалар қоғамдық бірлестігінің жетекшісі, Жұмабай Мырзағалиев атындағы орта мектептің тарих пәнінің ұстазы Алтынай Тілекқызы. Алтынай Тілекқызы, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Жалпы осы жерге уақыт бөліп келгеніңізге алдын ала рахмет айтамын. Енді бір қатар шаруаларыңыздың барлығын ығыстырып келдіңіз. Енді ең алғашқы сұрақ, сіз волонтерсіз. Күміс волонтерсіз. Ең алғаш волонтерлық қызмет қайдан басталды? Енді ең алғашқы жұмыс мектепте балалармен етене жұмыс жасайтын болғаннан кейін біз көбінесе балалардың әлеуметтік жағына көңіл бөлеміз. Сол әлеуметтік жағдайға байланысты өзім ойланып жүріп, бір күні 1 маусым келе жатыр ғой. Осы 1 маусымға байланысты осы қайырымдылық акциясын өткізейін деген ой келді. Сол оймен мен өзім жаңағы мектепте жасайтын болғаннан кейін балалардың әлеуметтік жағдайын жақсы білемін. Сол себепті осы балалар деп өзім тізімдеп алдым. Содан кейін жаңағы демеушілік іздестірдім. Кез келген жаңағы қолынан келеді-ау деген азаматтарға хат жаздым өзімнің атымнан. Содан кейін сол біздің мектеп бітіріп кеткен түлектеріне де хат жазып, яғни біршама мерекеге орай берсең балаға бер деген акцияны өткіздім. Ол қай жылдары болды? Ол сонда алғашқы волонтерлік қызмет па? Алғашқы волонтерлік қызмет деп айтамын. Енді оған дейін де жалпы адамға көмектесу, қиналып тұрған жанның қасынан табылу, ол менің өзімнің өмірлік ұстанымым болды. Жаңағы жақсылық жасасаң, бір қолың жасағанды екінші қолың көрмеу керек деген бар ғой. Сол сияқты оны мен ешқандай жария еткен жоқпын, ешқайда да. Сондай жаңағы көмектер ұйымдастырылып жүрді. Жалпы көмек тек қана біреуге бір нәрсе беру емес, көмектің түрі көп. Яғни қарапайым бір адамға көңіл бөліп, сіз керемет жансың деп айтсаңыз да, ол да адамның көңіл күйіне әсер етіп, оған мен күш-қуат бердім деп есептеймін өз басым. Енді сол 2020 жылы, яғни карантин уақыты, оны елде барлығымыз да білеміз, қандай қиын кезең болған. Ол кезеңде барлығымызға да көп қолдау, көмектер керек болды. Осы кезде пайдаланып, тіпті далаға шығып, бір-бірімізбен, көршілермен араласуға да тыйым салған кезде мен осы ой маған келіп, соны мен өздігімнен ұйымдастырдым. Сол ұйымдастырып жүрген кезде мынандай да ой келді. Неге мен әлеуметтігі төмен балдарға көңіл бөлем, неге мен жақсы оқитын балдарға көңіл бөлмеймін деген ой келді де, жақсы оқитын 3 балаға, яғни 5000 теңгеден ақшалай сыйлық дайындадым. Содан кейін жаңағы үйлерге балаларға тосын сый ретінде барып, балаларды мерекеңмен деп құттықтап, арнайы өздерінің жақсы көретін жас ерекшеліктеріне сай сыйлықтар дайындап, сол сыйлықтарды қасымда өзімнің бастауыш сыныптың мұғалімі осы қайырымдылықты
өте жақсы көретін Жұмағалиева Райымгүл Қайырболатқызы деген ұстаз әріптесім болды. Сол екеуміз жағы ең бірінші, яғни 1 маусымға жақындаған, яғни 1-2 күн қалғанда көшеге шығып, ауылдың көшесіне шығып, түрлі ойыншықтарды алдымызда кездескен балаларға бердік. Содан басталды біздің неміз. Содан кейін жаңағы үйлерді аралап, мысалға ата-анасынан айырылып қалған қыз бала болды. Сол қыз балаға сыйлық апарып бердім, яғни өсіп келе жатқан ол кезде, яғни 7-ші сыныпқа келді, бір әдемі сумка апарып бердім. Сол сумканы апарып берген кезде қызым сумканы не аларын білмей, не алмасын білмей не істеп қалды. Таңырқап сөйтіп қалды. Бұл саған мерекеге орай арналған сыйлық, сен бұны шынайы бізден қабыл ал, өзіңнің жаңағы керегіңе ұстап, күшті болып жүрерсің деп. Сол кезде рахмет апай деп мені қатты құшақтап алды. Сосын енді бұл жалпы ата-әжесінің тәрбиесінде болған бала, бірақ енді баланың сол құшақтауы бізге үлкен не берді, және тұратын үйі де кішкене ескілеу, құлайын деп тұрды. Сосын бұл үйді кімге айтса екен деген ой болды, үйін өзгертуге. Кейіннен сол әкімшілікте бір жасайтын адамға әңгіме еткен кезде айтты, оларға уже үй тағайындалып жатыр, бұйырса үйге, сол үйге көшеді деп. Қазіргі кезде ол Аққыстау селосында тұрады, жағдайы жақсы, шүкір, енді өсті деген сияқты ғой. Бірақ сол қуанып баланың апай рахмет дегеннің өзі бізді жаңа күшті не істеді. Қуанышқа бөлендік біз. Содан кейін бір қыз баланы осы балалар дүкеніне өзін алып бардық, аяқтай. Алып бардық та, ал қандай нәрсені қалайсың, өзің таңдап алшы дедік. Ол қызым жаңағы таңдағанда басына шляпа не, әйтеуір бір шалбар мен кофтын алды, бір көйлек алды, сосын шляпын алды. Сосын киіп қарап алды, енді ол кезде кәдімгі дүкеннің несі жақсы жасақталған. Ақжан Арзан деген дүкен бар, сол дүкеннен жақсы не істеп. Сосын үйіне барғаннан кейін мамасы телефон соғып тұр, үйіне апарып тастадық, кірген жоқпыз. Үйіне бала қуанып, мәз болыпсыз. Мамасы телефон соғып тұр, менің қызым танымай қалдым деп. Сосын киген киімін ол шешкен жоқ. Солай үйіне барды. Соны айтады, мен қызымды танымай қалдым, рахмет сендерге осындай не жасап атқандарыңызға. Балам дейтін қуанып, мен өзім таңдап алдым деп айтты деп сөйлеп. Не істеді? Қазір ол қызымыз 9-шы сыныпта оқиды. Жақсы, бар жалпы жақсылық дейтінді жасасаң, өзіңе келеді ғой қай нәрседе. Жақсылық жасасаң да, жамандық жасасаң да, әр нәрсенің өзінің сұрауы бар. Өзімнің қағидам, қандай нәрсе жасасам да, мен біреу үшін емес, өзім үшін жасаймын. Қателессем, сол қателіктен кері соны қайталамауға тырысамын. Сосын әр енді нәрсенің өзінің несі болады ғой, парыз, міндет дейтін, сол міндеттерге мұқият өзім қараймын. Тек мұғалімдіктен деп есептемеймін. Себебі бұған біздің ата-анамыздың тәрбиесі өте көп деп есептеймін. Сол ата-анамыздың ұят болады, мынандай нәрсені болмайды деген айтылған қағидалары біздің әлі есімізде. Біз ол кезде сондай қазақтың салт дәстүріне тән тыйым сөздерін көңілімізге тоқыған сондай кезеңде өмір сүрдік деп айта аламын. Біз көп нәрсені, қазірде мысалы бір нәрсені жасап атқан кезде ұят болмай ма екен деген не болады. Ал енді қазіргі дамып келе жатқан болашақ жастарымызда ондай еркіндік басымдау. Себебі олар не екен білмейді да, бұл болай емес қой деп айтқан кезде, солай ма, мен оны білген жоқпын деп саған еркін айта алады.
ал біз өзіміз ол кезде айта алған жоқпыз. Ұстаз дегенді біз өте жоғары бағаладық. Ұстазға қызықтық, жаңағы коридордың бойында қақшиып, жаңағы туфлиін тық-тық етіп келе жатқанына өз басымыз қызықтық. Сол арқылы сол ұстазға деген қызығушылығымыздың нәтижесінде сол мамандықты таңдадық, ұстазды қадірледік. Ұстаз жалпы қалай тұр біздің санамызда, дәл солай болады деп есептедік. Бір күні сол ұстаздың үйіне бір туған күні құттықтауға барсақ, үй киімін киіп алыпты. Соған біз таң қалдық. Мә деп, апай неге үй киімін киіп алған? Апай үй киімін киеді ме деген сұрақтар болды. Ол балалық шақта. Иә, балалық шақта. Сол кезде жаңағы біздің таң қалысымыз әлі күнге дейін біздің есімізде. Апайымызда сол әлі мектебімізде жұмыс жасайды, бұйырса бір жылдан кейін зейнеткерлік жасқа шығады. Сол таңғалған апайымыз қазір өзімен бірге әріптес жұмыс жасап жатырмыз. Волонтерлықтың 14 бағыты бар деп айтамыз, соның ішіндегі білім беру, сол бағытта сіз елге қызмет етіп жатырсыз. Қандай қызықты сәттер болды? Жаңа сіз айтып еттіңіз, балаларды киімге апарған кезде олардың шаттанып қуанғанын, ештеңеге сатып алмайтын эмоция ғой. Әр кезде жүрегіңді жылытатын, сені жігерлендіретін, ертең тағы осылай жасайыншы деген сияқты сізге шабыт беретін сондай шаралар болды ма? Иә, сондай кез болды ғой. Енді бұл жалпы біздің өзіміздің тек қана ерікті түрдегі жұмысымыз емес, өзіміздің жаңа мамандығымызға сәйкес жұмыстарда олар кездеседі. Себебі біз баламен көбіне жұмыс жасаймыз. Баланың несіне жаңағы көңіл бөлеміз, оның көңіл күйіне қараймыз. Жаңа жақсы оқитын оқушыға ақшалай сыйлықты берген кезде ол да қуанып қалды. Ақшалай сыйлық сонда сіз жаңа қоғамдық бірлестіктен шығып отыр, осылай ма? Ақшалай сыйлықта жоқ, демеушіліктен ұйымдастырып отырмыз. Демеушілік арқылы жаңағы өзім осы адамдардың қолынан келеді деген адамдарға хат жаздым өзімнің атымнан. Сосын хат жазғаннан кейін, ол хатты алғаннан кейін жақсы көмектесейін, қарсылығым жоқ, хабарласамын деген сияқты сондай барлық бірінші алдын ала қажет нәрселердің бәрін жинап алдым. Мерекеге дейін, сосын мерекеге бір 2 күн қалғанда басталды. Дәл мереке күні не істемей қояйық деп солай етіп жасаған болатын. Сізді тебіренткен қандай оқиғаларды айта аласыз волонтерлік қызметіңізде? Жалпы волонтерлік қызметті сіз бұрыннан жасап келе жатырсыз? Бұрыннан жасап келе жатырмын деп өзім есептеймін. Себебі ол ерікті жұмысты өзіміз мысалға жасап жүрсек те, бірақ жариялап айтпаймыз. Мысалға үлкен қарттарға 1 қазан күні қайырымдылық акциясы ретінде не ұйымдастырдық. Концерт ұйымдастырдық. Оларды жаңа театрға шақырып концерт қойдық мектеп оқушыларымен бірлескен. Және біздің ауылымызда осы жаңағы көмекті қажет ететін қарияларға көмектер ұйымдастырып тұрамыз. Мектептің оқушылары. Бұл сіздің волонтерлығыңыз, оқушылармен бірге барасыз? Оқушылармен бірге барамыз. Ол жаңағы әрі мектептегі мұғалімдік қызметіме де сай, ерікті қызметке де сай деп айта аламын. Сосын мысалы жалғызбасты ана болды. Соларға барып көмектесеміз, тәтті тағамдар апарамыз. Жаңағы олармен үйлеріне барып, үйін жинап, қыс мезгілінде қар толып қалған кезде қарларын тасытып, сондай жұмыстарды балалармен атқардық. Сол кездегі ең басты қуанатынымыз осы жұмысты жасап болғаннан кейін ол адамдардың берген алғысы, рахметі, ол сенің келесі жұмыстарға деген белсенділігіңді жігерлендіріп, саған шабыт береді деп айта аламын. Бұл дейтін мысалы деп жаңа айтып отырсыз ғой сіз? Жоқ, қарттар үйі емес бізде. Мысалы ауылымыздағы жалғызбасты қариялар, соларға барамыз. Сосын үйінде жаңағы балалары жоқ, үлкен кісілер бар ғой, сол кісілерге барамыз. Сол кезде барғанда жаңағы әңгіме айтқанды жақсы көреді. Барған балаларымыздың жаңағы ата тегін сұрайды, кімнің баласы екенін сұрайды. Сосын ол кімнің баласы осындай болып қалды ма деген сияқты әңгімелерін айтады ғой. Содан кейін біз сіздің неңізге жаңағы тәтті нелер алып келдік, осыдан алыңыз деп, сол кезде жаңағы ол кісілердің көңілдері босап, балаларым болса менің осындай етер еді деп. Бірақ енді Алланың ісіне не шара, осындай жағдайға, бірақ сендерге рахмет айтам. Сол бізге көңіл бөлгендеріңізге,
келіп осы жерге тәтті тағамдарыңды ұсынып жатқандарыңа рахмет айтам деп ризашылықтарын білдіріп жатады. Енді сол кезде бала да риза болады. Мә апай күшті, жақсы болып қалдым. Жаңа кісінің айтқан әңгімесінен шынымен де тағы да барайықшы деген сөздерді балалар айтады. Сіз тек өзіңіз волонтерлық қызмет емес, өзіңізбен бірге бірнеше оқушыны да ерікті түрде волонтерлыққа баулып тәрбиелеп жүрсіз, солай ғой? Иә, солай деп те айтуға болады, иә. Яғни сізден көргенін ол балалар ары қарай да жалғастырады ғой. Жалғастырады. Сосын мына қаладағы балалар үйіне де келіп кеткенбіз. Енді мен мектепте мұғалім болып жасаймын, және мектептің тәрбиесі жөніндегі орынбасары қызметін, лауазымдық қызметін атқардым. Сол кезде де осы қаладағы, яғни Атырау қаласындағы балалар үйіне келіп, балалармен жаңағы өзіміздің қолымыздан келетін өнерімізді көрсетіп, солармен бірге билеп, солармен бірге ойнап, сондай не өткізген кезіміз болды. Сол кезде келгенде бір қыз бала оқушының, менімен бірге еріп келген қыз бала оқушыға сол балалар үйінің бір баласы қалмады, кішкентай баласы, 3 жастағы баласы. Сол шарамызда билегенде көтеріп, ойнағанда көтеріп жүргенде, ең соңында біз кетіп, қош сау бол деп айтып жатқан кезде, оқушымның несінен құшақтап алып, айырылмай жылаған кезі болды. Сол кезде балалар да жылап, сондай эмоцияға түсті. Содан кейін машинада келе жатқанда, апай, қиын екен, ана балаларды алып кетсек не болады деген сондай сұрақтар болды балалардың мазалаған. Енді ол да баланың, біз өзіміз жүріп, өзгенің де қайырымдылыққа, олардың өмірде түрлі жағдайлар кездесіп, осындай жағдайға тап болғанын айтуымызға, ол енді дәлел ретінде көрсете аламыз ғой балаға. Волонтерлық қызметті кім жасай алады? Енді волонтерлық қызметті ең бірінші имандылығы басым бойында. Содан кейін көңілі тоқ, жаны жақсылыққа жақын, жақсылықты сүйетін, және өздерінің сондай бір адамға көмек бергісі келетін қасиеттер арқылы жасалады деп айта аламын. Және кез келген уақытта, мысалы қиындық жағдай туса, сол жерден табылатын, сол жерден үкіметті күтіп отырмай, өзінің қолынан келетін нәрсе болса, өзі бастап жүзеге асыратын адам деп ойлаймын. Керемет. Енді осы жерде сіз өткен жолы бізде пандемия болды, су тасқыны болды, солардың біреуінде болдыңыз ба, қызмет еттіңіз ба волонтер ретінде? Ана пандемия кезінде қайырымдылық акциясы ұйымдастырған. Енді өткен жылдарда білесіз, бізде су тасқыны өте қарқынды болды. Сол жерде барлық волонтерлар қап ұстап, бөгет жасауға кәдімгідей ат салысты. Ол жерде бір адам деп айта алмаймыз, бүкіл ауыл шықты, бүкіл қала шықты. Соның ішінде сіз де болдыңыз. Сіз ол жерде қандай қызметтер атқардыңыз? Бізде бірі бөгет салса, бірі тамақ істеп көмектесті, волонтердің барлығы. Ол жерде сен мен деген жоқ, бірлесе жасалған жұмыс болды ғой. Қалай болды? Дұрыс айтасыз. Енді осы су тасқыны кезінде біздер бөгет жасауға бардық. Аптаның күндерінде өзі белгіленіп қойды. Сол күндерде қай уақытта біздің сабағымыз аз болады, сол кезде барып, топырағымыз қаптап, машиналар төккен топырақ үйінділері болады. Сол үйінділерді бітіруге тырысамыз. Тезірек бітіріп, келесі үйіндіге көшіп, сондай жұмыстар жасадық. Сонымен қатар, осы бөгет жасаған адамдарға тамақ дайындау жұмысы да ұйымдастырылды. Онда өзім отбасыммен, үйде келінім бар. Сол келіндермен тамақ дайындап, және өзім балаларды қарап, келінім сол бөгет жасауға барып келген адамдарға тамақ беруді ұйымдастыруға көмектестік. Соған қолғабыс еттік. Олда да кестеге сәйкес жүргізілді. Көше бойынша бөлінді бұл жұмыстар. Сол жұмыстарда біздің өзіміздің кезегіміз келген кезде тамақты аламыз. Сосын тамақтарды бөліп аламыз. Біреу бауырсақ пісірсе, біреу көже пісірсе, салат, біздер өзіміз салат дайындап, сосын сол барған кісілерге шайын құйып, тамағын беріп, орнын жинап, сөйтіп көмектесіп келді.
осы жұмыстарды атқардық. Жалпы осы су тасқыны кезінде ауылымыз ерекше ұйымшылдықпен осы бөгет жасауға белсене қатысты. Күнімен түнімен ауыл жастары жақсы жасады жұмысты. Олар да кезекке тұрды. Күндіз мына топ келсе, келесі түнде мына топ болатын болды. Әйтеуір кімнің қолы босайды, сол адам бөгет жасауға жүгірді. Себебі ол ауылын су тасқыннан аман сақтап қалу үшін деген барлық адамда ұран болды. Жалпы қазақ халқында халық болып қалыптасқаннан кейін өзіміздің айналамызда тарихтан сыр шертетін болсақ, айналамызда біздің дұшпандарымыз көп болды, біздің қазақ жеріне көз алартқандар болды. Сол кезде алаш деген ұранымыз болды. Жалпы ұран дейтін кез келген адамға жігер береді. Адам өзі соған қанаттанады, сол арқылы өзінің ойлаған мақсатына жетеді. Дұрыс. Енді сіз мәселен бөгет жасаймын дедіңіз. Енді алып күрекпен құмды көтеріп, бір ауыр жұмыстар жасап, үйге келгеннен кейін қолың ауырып, белің ауырып қалатын сәттер болады ма сондай? Ондай сәттер болды. Сол кезде осы волонтерлікті қойсам ба деген ой келген жоқ па? Жоқ, ондай не болған жоқ. Енді ауырсынау болады ғой, енді әйел адам кейбірінде ер азаматтар басқа жерге кетіп қалады да, толып қалған қапты бұла қарай ығыстыруымыз керек болады. Сол кезде оған ойбай деп ер адамдарды күтіп тұрған жоқпыз. Мен негізі өз басым бұрыннан да солай қалыптасқан. Менде ер адамды күтпеймін. Өзімнің қолымнан келсе, әлім жетсе, мен өздігіммен қимыл жасай берем. Біреуден мен көмекті күтпеймін. Керісінше мен өзім сол жерде жұмыс жасасам қуанам. Ал енді шаршағанымды мен оны ойламайм. Келесі ары қарай да бара берем мысалға. Барыңызды салып еңбек етіп жүрсіз, бірақ артынан басқаша сөз естідіңіз. Болады ма ондай сәттер? Менде ондай сәт кездескен жоқ. Ақыры мен әңгімені тыңдамайтын да шығарым, елемейтін де шығарым. Негізі көп әңгімеге әуес емеспін. Енді қиналған сәтім жоқ. Керісінше ләззат алған сәттерімді сізге айтып өттім. Азғантай болса да, мысалы волонтерлік қызметте аз болса да, мен көп алдым, шабыт алдым. Сол шабыт арқылы мен өзімді ерікті түрде қызмет етіп жүрмін, етемін деген менде не бар, алға ұмтылу бар деп есептеймін. Енді ең бірінші біз баланың несі ғой, баламен жұмыс қой біздің жұмысымыз. Сол кезеңде не жасаймыз. Енді бана Таңшолпан балалар қоғамдық бірлестігі деген ұйым 2007 жылы құрылды. Ол кезде мен сол Таңшолпан балалар қоғамдық бірлестігінің мүшесі болдым. Сосын 2012 жылы сол қоғамдық бірлестіктің жетекшісі мектеп директорлық қызметіне кетуіне орай мені сайлады. Сол 2012 жылдан бері қазіргі уақытқа дейін қызмет атқарып келемін. Бұл ұйымнан да волонтер болып осы 2023 жылы демеу несі арқылы қазіргі уақытта ерекше назардағы балаларға арналған логопедиялық ойыншықтарды алып бердім. Қазір мектебімде логопед кабинеті бар. Сол кабинетке 193 түрлі ойыншықтарды алып қазір күні пайдаланып жатыр. Осы балалар қоғамдық бірлестігінің атынан. Енді осы балалармен жұмыс жасаған кезде түрлі бағытта жұмыстар жүреді ғой. Сол кезде 2014 жылы осы балалармен Құрманғазы ауданынан Нұртамшы деген қоғамдық бірлестік болды. Сол бірлестік арқылы біз Шушинск қаласына барып, үлкен Жұлдыз балалар қоғамдық бірлестігінің үлкен несіне бардық, шарасына. Сол шарада түрлі бағытта байқаулар болды. Сол байқауларда сол жерден ұйымдастырып, қатысып, жүлделі 2-ші орын алып, әрі жетекші ретінде бала жанның бағбаны деген медаль тақтым. Сол қазіргі уақытта сол медалім бар. Сосын Қазақстан Республикасының 25 жылдығына арналған президенттің медалі бар. Сонда 2 медаль төсіме көп тақпаймын енді. Ол несінде тұрады. Енді сосындай жұмыстар жасап жатырмыз енді. Сізге волонтерлықпен айналысу өміріңізге қандай өзгерістер әкелді?
енді ең бірінші сол жаңа адамдардың қуанғаны, біз адамдарға керек екенбіз ғой. Мен адамдарды қуанта алады екенмін ғой. Оларға мен бір жақсы нәрсе жасаған екенмін ғой. Бұл сосын бір керемет бір ренжіп жатқан адам келе жатады ғой, кездеседі енді болған. Сіз қандай керемет жансыз. Сіз бүгін сұлу болып тұрсыз деген сөзді айтқанда, ол адам кәдімгі жадырап, күліп, рахмет, комплиментке рахмет деген сөздерді айтады. Нұрланып кетеді. Иә, нұрланып кетеді. Сосын өзім ойлап қоямын, қайырымдылық деген ол тек қана бір нәрсені алып беру, я болмаса бір не болу, ақша беру деген емес. Ол қарапайым сөзден, істен басталады. Мысалы, көшеде келе жатқан, қол жүгін көтере алмай келе жатқан адам болса да, барып көмектесейін, апарып тастайын деген сөзді айтам. Немесе жаңағы қиналып тұрса, сіз бір болмаса қиналып бір несін айтады, сол кезде оған бағыт бағдар беремін. Бірақ соны көмектестім деп жаңағы мен өзімді не істемеймін, есептемеймін. Бірақ енді сол жасаған әрбір жақсылық адамның өзіне жақсылық болып келеді ғой. Ойлаған нәрсең орындалып жатса, мен өзім айтам, өзімнің жасаған жақсылығым өзіме келді деген сияқты сөзді айтып жүрем, шүкіршілік етемін. Енді айналамызда неше түрлі нәрселер болып жатады ғой, енді өмір болғасын, жұмыста да, былай өмірде де не нәрселер. Сол кезде өзім соны не жасаймын. Мен жалпы ерікті жұмыс адамға үлкен күш береді. Себебі адамдарды қуанту, адамдарға көмектесу, олардың алғысын алу үлкен деп өзім үлкен адамға мүмкіндік береді деп есептеймін. Жолыңды ашады. Сосын сенің сол іс-әрекетіңді басқа адам бағалап айтады. Бағаламайтындар да болады, бірақ оған да ренжімеймін. Енді өмірдің өзі біледі ғой, енді қай жерде қалай болады. Енді бағаланады, ол бағалану дейтін банағы еңбектің барлығы маңдай термен, адалдығымен болса, барлық еңбек бағаланады деп есептеймін. Бұл еңбектің арқасында көп нәрсеге қол жеткізе аламыз. Мысалға, кейбір уақытта мысалы адамдармен сөйлескен кезде, былай сөйлесіп жатқан кезде, қазір адамдар мысалға жеңіл нәрсені ойлайды. Барлығы жеңіл болса екен деп, қиындық болса, адам шаршап қалады. Неге маған осындай болды, мен жоқ бұған мен не істемеймін, шыдамаймын, мен бұдан кетем, мен тастаймын, осы жерден тоқтаймын деп сондай айтады. Сол кезде мен айтам, сен асықпа, ол саған келіп тұрған қиындық, ол сенің болашақта осы жерге төселіп кетуіңе берілетін сынақ. Өмірдің өзі сынақтан тұрады. Мен өзімнің ұстанымым өмір күрес. Өмір күрес. Бір нәрсе мысалға кейбірінде қиналып жатсам, өзіме айтам, өмір күрес. Күресуім керек, алтынай, күресуім керек. Күресейік деп. Соны мен өзгеге де айтам. Мысалы, отбасында жастар жағынан мысалы қиналып келісе алмай қалып жатса, оларға ақылдарымызды біз айтып отырамыз. Ол не істеме, әлі не болады, бір немен шектелме. Өмірің әлі алда, қиындық болған жақсы. Керісінше ертең өткеннен кейін сен сағынышпен еске алып отырасың. Шыңдалып шығасың. Шыңдалып шығасың. Мысалы, өзім қазіргі отырған үйімізде, мысалы, біз өзіміз еңбектеніп, отбасыммен, балаларым кішкентай болса да, тасын басып, сол тасты жасап, содан кейін шағын үйіміз жасап алдық. Соны мысалы қазір біз айтамыз. Сол үйде тұрып жатырмыз. Өзіміздің кәдімгі еңбегімізбен жасалған. Бана жұмысқа барғанға дейін, мысалы сағат 6-дан 9-да басталатын болды бұрын, ертеректе сабақ. 9-ға дейін, таңертең 50 тас, түс қайта жұмыстан келгеннен кешке түн батқанға дейін 50 тас, күніне 100 тас, солай жоспар құрып, сол арқылы 3000 тасты басып, шағын үй салдық. Қазір енді оны үлкейтіп алдық енді. Керемет. Соны енді негізі мен өзім сол еңбектің ненің болу керек деп есептеймін. Еңбекке адам шыңдалу керек, еңбектену керек. Еш нәрседен не істемеу керек. Қиындық келсе, керісінше соған қарсы тұру керек.
қайсар болу керексіз. Иә. Алтынай Тілекқызы, шынымен де сіз қазір тек өзіңіз ғана волонтерлықпен шұғылданып емес, сонымен қатар ұрпақ тәрбиелеуде. Оқушыларды қайырымдылыққа, ізгілікке, жақсылыққа шақыруда бір үлгі көрсетіп жүрген волонтер ретінде өзіңізді танытым. Келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет айтамын. Жұмысыңызға, ісіңізге сәттілік тілеймін. Әлі де қоғамға береріңіз таусылмасын. Көп рахмет. Рахмет сізге де. Осындай бізге мүмкіндік туғызып, осындай студияға келіп, өзіміздің жасаған жұмысымызды таныстырып, көңіл күйімізге, жалпы эмоциямызға әсер етіп жатсыз. Рахмет. Ең бірінші сізбен танысқаныма қуаныштымын. Енді бұл да өмірдің үлкен сыйы деп білемін. Сізбен таныстырып, осындай неге келіп жатқаныңызға рахмет сізге. Көп рахмет сізге. Қымбатты көрермен, біз жақсылықты жарқыратып волонтерлық подкастының кезекті шығарылымы осымен тәмам. Бүгінгі біздің подкастымыздан қандай бір ой түйген болсаңыз, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіз, лайк басыңыз, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Эфирде амандықпен көріскенше.